Бүгілеген бірінші түсірілім кеттік. Армысыздар әлеуметтік желі қолданушылары, яғни біздің сүйікті көрермендеріміз. Сіздермен бірге мен Жарқынбек қызы Ұлпан, 9-шы сынып оқушысы және оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы президенті. Бүгінгі біздің жаңа тұсауы кесіліп отырған GM арнасының қонақтары болып, ортамызға білім бөлімінің басшысы Мамырбаев Нұрболат Серікұлы мен гимназия директоры Наметқұлов Мұхит Жанұзағұлы келіп отыр. Қош келдіңіздер. Жалпы бұл студияның мақсаты қандай деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол әрине соңғы кезде әлемде және біздің елімізде сұранысқа ие әлеуметтік YouTube желілері жас ұрпақтың дамыту жолында. Жас достарымыздың қоғамдағы таным тәрбиесі мен білімін арттыру мақсатында осы GM арнасы ашылуда. Ендеше құрметті Нұрболат Серікұлы, сізді осы GM арнасына және гимназия оқушыларына қандай тілек айтар едіңіз? Көп рахмет. Жаңадан ашылып жатқан GM студиямызға шақырып жатқандарыңызға. Әсіресе осы мектептің көшбасшысы және осы GM студиясын ашуға ықпал еткен Мұхит Жанұзағұлы Наметқұлов мырзаға мен көп алғысымды айтамын. Бұл өте үлкен іс. Әрине осы үлкен істе әрқашанда көшбасшы ретінде алда жүріп биіктен көріне беруіне тілектеспін. Енді Ғани Мұратбаев гимназиясының оқушыларына, түлектеріне айтатын кеңесім немесе тілегім деп айтатын болсам, әрқашанда осындай үлкен биіктерден көріне беріңіздер. Ғани Мұратбаев гимназиясы тарихы өте тереңнен кеткен гимназия. Бұл гимназия Совет өкіметі кезінен ауданда, облыста белгілі мектеп гимназиятын енді жаңа көшбасшы келіп, бұл гимназия Ғани Мұратбаевты гимназиясын республикалық деңгейде танымал қылып отыр. Сондықтан да мына қазақтың жақсы бір мақалы бар: ұяда нені көрсең, ұшқанда соны ілесің деген. Осындай керемет гимназияда білім алған, тәрбие алған оқушылар әрқашанда бітіріп шыққан кезде басқа жерде осы жерде алған тәлім тәрбиесін көрсетіп, тек қана биіктерден көрінеді деген сенімдемін. Рахмет. Осы сізге біздің арнамыз ұнап жатыр ма? Әрине. Жаңа ғана мектептің директоры Мұхит Жанұзағұлы
болып жатқан істермен және осы студияның қалай ашылғаны, басқа да мына цифрлы гимназия жобасы бойынша көп нәрселерді көрсетті, маған өте қатты ұнады. Рахмет жауабыңызға. Келесі болып гимназия директоры Мұхитжан Зағұлына сұрақ қойсақ, осы JM арнасында тағы қандай жобалар болғанын қалайсыз? Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Жалпы бұл жасалып жатқан жоба, JM арнасы, цифрлы гимназия жобасы, бұл ең алдымен біздің оқушыларымыздың бүгінгі ақпараттық заманда, ақпараттық ғасырда өзінің білім дағдыларын одан ары дамыту үшін, және де осы экраннан қорықпай сұхбаттарды қай жерде болса да өзінің ойын ашық айта алатындай, және де мынау бүгінгі техникалық жабдықтармен, электронды жұмыстармен айналысу дағдыларын дамытса екен деген ниетпен ашып отырмыз. Бүгін біздің осы жаңағы ашылу салтанатты сәтіне білім Байзақ ауданы білім бөлімінің басшысының да бізді қолдап, мектепті қолдап, біздің мектептегі өз басқару ұйымындағы жас жеткіншектерді, өзің сияқты ұлпан мінекей оқушыларды, көшбасшы оқушыларды қолдап келіп біздің студияға қонақ болып отырғанына мен қуаныштымын. Енді біздің бұл студия алдағы уақытта негізінен танымдық бағыттағы жұмыстарды жасайды деген ойдамыз. Енді тек қана оқушылар емес, сонымен қатар мұғалімдер мен оқушылардың арасындағы және де мектеп пен ата-ана арасындағы ынтымақтастықты нығайтып, осында басқа да мектепке келетін, мектеп жайында білгісі келетін қонақтарды шақырып, осында түрлі сұхбаттар ұйымдастырып, дүниетанымымызды арттырып, балаларға бір тәрбиелік, танымдық мақсаттағы біраз жұмыстарды осы арна арқылы жұмыстарды жандандырсақ деген ойдамыз. Соның ішінде жаңа мұғалімдердің кәсіби сұхбаты, өзіміздің тәлім тәрбиеміз, салт дәстүріміз, әдебиетіміз, мәдениетіміз жайлы әңгімелер қозғап, түрлі тақырып, ғылыми тақырыптарды осы жерде оқушылармен талқылап, сіздердің де ойды біліп, үлкендердің де, кішілердің де ойын біліп, соны өңдеп, осы жердегі балаларға, жаңа осы командадағы бала оқушыларымыз бар. Өткенде ғана кастинг өтті. Сол кастингке 50-ге жуық оқушы қатысты. Соның ішінде 20 шақты оқушы, 25 оқушылар мінекей осы студияда жұмыс істейміз деп белсенді осы іске араласамыз деп ниеттенуде. Сол да бізді қуантуда. Сондықтан алдағы уақытта осы тоқтап қалмай, осы өзіміздің ақпараттандыру кеңістігін мектептің, гимназияның одан ары ұлғайтып жұмыстар жасасақ па деген ойдамыз. Сенің де мынау ісіңе, осы жұмысыңа табыстар тілейміз, ұлпан. Тек қана биіктен көріне бер. Рахмет жауап бергеніңізге. Ал енді құрметті қонақтар, эфирдің уақыты да аяқталып қалды. Эфирдің бірінші қонағы болып келгендеріңізге рахмет. JM арнасы сіздерді әрқашанда күтетін болады. Есігіміз ашық. Және арнамыздың бірінші қонағы ретінде сіздерге шағын сыйлығымыз бар. Осы JM арнасы сіздерге естелік ретінде осы кіші болса да сыйлығымызды қабыл алыңыз. Көп рахмет. Әрқашанда осындай биіктерден тек қана көрмеуіміз. Жақсы, рахмет сізге. Рахмет.